Біздерде бүгін мынандай терморегулятор модель W3002 деген 220 вольтқа арналған. Мына жерде галочканы көрсеңіздер, питаниесі көрсетілген. Бұны біз мынандай 220 вольттық релеге твердотельныйға қосамыз, яғни 40 АА деген бізде напряжение кернеуіміз 220 вольтқа арналған. Бұны қалай қосамыз, және де лампаны қосып көрсетеміз. Мына жерде бізде қызыл қара провод 220 вольт, яғни 220 вольт бізде мынау болды деп есептейміз, яғни осы жерге келеді. Қазір жалғаймыз. Мысалы, бұл жерден қай келсе фаза 0-ді білсеңіздер де жақсы. Енді қараңыздар, 220 вольттың терморегулятордың қызыл қара проводын питанияға береміз, яғни 220-ға береміз. 220 вольтқа қостық дерлік. Екіншісінде 220-ға келеміз. Яғни қызыл қара провод қосылды. Енді сары қара провод қалады. Сары қара провод және де датчик, 1 метрлік датчик. Сары қара проводын біз реленің 4-ші және 3-ші контактысына қосамыз. Бұл жерде полярность өзгертпесеңіздер де болады, сақтамасаңыздар да болады. Оған қатты әсері жоқ. 3 пен 4-ші контактыға сары қара проводты қосамыз. Одан кейін бізде қалатын проводымыз, бұл жерде сразу 220 вольт шығады. Енді 2 мен 1-ші контакт бос қалды. Оған қалай қосамыз? Мына жерде патронымыз тұр, 2 лампымыз, немесе обогревательді бұл есептейік. Вилкамыз бар, міне 220 вольтқа арналған. Бұның біреуін аламыз да жәнегі ыңғай келсе 0-ін тауып алсаңыздар, және мына жерде бізде 220 вольт болды ғой. Соның біреуіне бір проводын қосамыз, патронның бір проводын осы 0-ға келсеңіздер дұрыс. Одан кейін 220-ның мына екінші проводын патронның 1-ші немесе 2-ші контактіге қойсаңыздар, өздеріңіз қайсысы ыңғайлы, соған қойсаңыздар болады. Мысалы, біздер 2-ші контактіге қосайық реленің. Одан кейін мына 1-ші контакт бос қалады. Оған бізге фаза келеміз. Яғни және патронның бір проводын мына 0-ға қоссақ, мына жерде 220-ның бір проводына 220-ның 2-ші проводы бос қалады. Содан 1-ші контактіге провод әкелеміз. Біздер оны бұлай қоса салайық. Қазір бір проводты алдық, 220-ның 2-ші проводынан және де 1-ші контактіге қосамыз. Твердотельный реле. Видеоны тоқтатып қайтадан көрсеңіздер де болады. Тоқтатып қалай қосқандарын тағы да қайталап өтейік. Басынан бастап, мысалы, терморегулятордың қызыл қара проводы болады. Қызыл қара проводын 220-ға береміз. Одан кейін сары қара проводын аламыз да твердотельный реленің 3-ші немесе 4-ші контактына орнын ауыстырып қойсаңыз да болады, ештеңе етпейді. Одан кейін патронның 2 проводы болады. Патронның 2 проводы болады. Және де 220-ның 2 проводы болады. Мысалы, мына екеуін есептейік. Мына жерде 2, мына жерде 2 провод. Бір проводын 220-ның бір проводына қосамыз, яғни 0-на қостық дерлік. 2-ші проводын реленің 1-ші немесе 2-ші контактысына қосасыз. Патронның. Біз 2-ші контактіге қостық. Одан кейін 220-ның бір проводы бос қалады. Бұл фаза дерлік. Бұны 1-ші контактіге міне қосамыз. Енді питание 220 береміз. Жақсылап изолировать етіңіздер барлығын. Көрінетіндей лампамыз қосылады. Питание дұрыс берілмей тұр. 220-ға қосылдық. Терморегуляторымыз істеді. Команда берді. Out, яғни выход, сыртты деген сөз, сыртқа шықты деген сөз. Индикаторымыз жанып тұр, светодиодымыз көк цвет болып. Одан релеге команда келді. Мына екеуі 220 вольт. Одан кейін ары қарай лампаға команда кетті. Реле қызыл индикатор жанды, ол лампаға команда берді. Біздің терморегуляторымыз
настройка 25 градус төменгісі, жоғарғысы 40 градус. Яғни P1 деген жоғары градус, оны біз төменге түсірейік. Мысалы 33 дерлік. Яғни 33-ке жеткен кезде біздің терморегуляторымыз лампаны өшіруге команда береді. Қазір текущий температураны көрсетіп тұр, ол бізде 25-те 6. Датчикті қыздырамыз. 33 градус температураға барған сәтте біздің лампамыз өшеді. Мінекейіңіздер. Настройка жайлы тағы да айтып өтейін сіздерге. Set плюс минус деп есептейік. Мына сол жақта кнопка set деген менюға бірлес басты кірдік. P0, P1, P2, P3. Осындай 4 функциясы бар. P0, P1, P2, P3. Немесе төмен қарай түссеңіз болады. Енді әрқайсысы бұның қандай мақсатта, соны жайлы айтып өтейін. P0-мызға дегеніміз бұл төменгі температура. Яғни сетті бастық, P0-ға тағы да сетті басып кіреміз. Бұл 25 градусты көбейтеміз, немесе оң жағымен азайтамыз. Өзіңізге керекті төменгі температураны қойып аласыз. Мысалы 26 деп қойайық. Өз автоматически сақтайды. Немесе сетті бассаңыз, меню келесі неге функциясына ауысамыз. P0-ды қойдық. 26 деп келесі жоғары жүрсек, P1 деген шығады. P1 деген жоғарғы температура. Және P0 төменгі температура болса, бізде P1-іміз жоғарғы температура. Біз оны 33 деп қойдық. Тағы да сетті басамыз. Одан кейін жоғары кнопканы бассақ, P2 деген шығады. P2 дегенге тағы да сетті басамыз, кіреміз. Яғни бұл калибровка датчика дейді. Яғни біздің датчигіміз температурный. Егерде ақауы болса, погрешность дейді. Жетпей тұрса, егерде калибровка жасасаңыз, минусқа жүресіз, немесе асып тұрса, наоборот, плюске қарай жүресіз. 1-2 градусқа дейін негізі отклонение бар. Одан кейін келесі P3 деген режим бізде тура солай кіреміз. Яғни бұл режим ожидания включения дейді. Яғни қосуға минуттық тоқтау таймер арқылы, яғни задержка жасайды. Осы мысалы 4-ке қойсақ, 4 минут тосып барып, бірақ лампаны қосады. Команда келсе, бірақ 4 минут тосады, сосын кейін барып қосады. Оны көбінесе біздер 0-ға қойғанымыз дұрыс. Бізге режим ожидания включения керек емес. Өз автоматически сақтайды. Енді кей кезде прошивкалар әртүрлі болады, партияларға байланысты. Мысалы, мына терморегулятор қарасаңыздар, бәрі заданный настройканы қалай көрсеңіз болады. Ортасын бассаңыз, P0-дікін көрсету керек, яғни төменгі температура. Оң жағын бассаңыз, P1-дің температурасын көрсету керек, яғни жоғарғы температура. Қазір басып көрейік, міне бағаны задавать еттік. Ортасына төменгі температурамыз 26 болды, үстіңгі температурамыз 33. Кейбір партияларда бұлар көрсете алмайды.